Айранға таза бал қосып ішсеңіз анемиядан арыласыз. Анемия сөзі қазақша қаназдық дегенді білдіреді, яғни анемиямен ауыратын адамның қаны аз деген сөз. Кейде қаны толық жеткілікті бола тұра, гемоглобині және қан құрамындағы эритроциттердің аз болуы да қаназдықтың пайда болуына әсер етеді. Видеоны көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Анемияның белгілері мыналар: терінің бозарып, қуарып, өңі қашады. Қабақ үсті терісінің өңі кетіп бозарады. Тіс қызыл, еті қаны қашып ағарады. Тырнақ ағарып кетеді, әлсіздену, тез шаршау пайда болады. Анемияның ауыр түрінде бет аяқ сынып, жүрек соғысы жиілейді, демігу пайда болуы мүмкін. Топырақ, бор жеуге әуес балалар мен әйелдер әдетте анемия зардабын шегеді. Қаназдықты ертеректе диета көмегімен де емдеген. Онда көбіне құрамында темірі мол өнімдерді тағайындаған. Олар ет, балық, жұмыртқа сарысы. Әйелдер арасында анемиямен ауыратындары көп. Мұндай сырқатпен ауырған әйелдерде түсік тастау және босанған кезде қатты қансырау қаупі зор. Әйелдердің темір қоспасы көп тағамдарды мүмкіндігінше көбірек ішіп жегені дұрыс, әсіресе жүкті кезінде дұрыс, жақсы тамақтануға мән бергендері жөн. Өсімдіктерде де әсіресе бұршақ, жаңғақта темір көп болады. Дегенмен көкөніс пен жемістерден алынған темір нашар сіңіріледі. Бұны ескеру керек. Кальций, алкоголі бар өнімдер темірдің сіңуін тежейді. Шай, дәлірек айтқанда, құрамында танин бар шайлар да темірді сіңіруге кедергі келтіреді. Сондықтан шайды тамақтан бірнеше сағаттан кейін ішу қажет. Бал мен қант керісінше темірдің сіңуін жақсартады. Құрамы темірге бай тағамдармен тамақтаныңыз. Ет, балық және тауық еті құрамында темір мөлшері көп. Көк бұршақ, ас бұршақ, жасымық, қанық жасыл жапырақты көкөністерде де темір бар. Сондай-ақ асты темір қазан, құтыларға пісіргеннің пайдасы зор. Организмнің темірді сіңіріп қабылдау үшін негізгі тағамға қоса көкөніс пен жеміс-жидек жеген дұрыс, кофе мен шайды тамақтанып болғаннан соң ішу керек. Анемияның қалыпты және ауыр түрімен ауырғанда темір қоспалы дәрі-дәрмек қабылдау қажет. Бұны әсіресе анемиямен зардап шегетін жүкті әйелдер ішу керек. Анемияның барлық түрінде де темір сульфаты таблеткалары бауыр экстракты мен B12 витаминіне қарағанда анағұрлым пайдалырақ. Темір қоспалы дәріні әдетте ектіру арқылы емес, таблетка түрінде қабылдайды. Өйткені ине салғызу қанша дегенмен қауіпті және әсер ету күші жағынан да ішетін дәріден артықшылығы жоқ. B12 дәрумені ет, сүт өнімдерінде, дәнді дақылдарда және соя өнімдерінде кездеседі. С дәрумені цитрустық жемістерде, шырындарда, бұрышта, брокколиде, қызанақта, қауын мен құлпынайда кездеседі. Бұл тағам темірді сіңіруге көмектеседі. Мейлінше темірге бай тағамдарды үзбей жеңіз. Тамақтану мәзіріңізден ет, бұршақ, жасымық, дәнді дақылдар, қою, жасыл көкөністер және кептірілген жемістерді үзбей жеңіз.